Сәлем достар, бүгін біз дүниенің ең қолай су бөрегін жасаймыз. Отбасыңыз бен достарыңызды осы керемет рецепттен таң қалдырыңыздар. Су бөректі оңай және тез пісіруге үйретемін. Сөздер аз, іске кірісейік. Ең алдымен соусты дайындап алайық. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет. Жақсылап араластырамыз. Жүз миллиграмм күнбағыс майын қосамыз. Одан sonra 250 миллиграмм табиғи йогурт немесе айран қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Соңында 250 миллиграмм сүт қосамыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Соус дайын. Алдын ала майланған пішінге филоны немесе лавашты кесіп алыңыз. Біраз соустан құйыңыз. Соусты силикон щеткамен жағамыз. Үстіне майы аз сүзбе салыңыз. Сүзбені ақ желкемен араластырсаңыздар да болады. Лавашты орташа кесіктерге бөлеміз. Үстіне қоямыз да соусты бір ожау көмегімен құямыз. Жақсылап соусты жағып аламыз. Фило қамырын қайталан жабамыз. Соус. Келесі қабат моцарелла ірімшігінің бөліктері. Бәрін қайталаймыз. Фило қамырының бөліктері, одан кейін соусты жағамыз. Тағы да фило қамырының бөліктері. Фило қамыры таусылғанша жасаймыз. Бір ожау соусты төгеміз. Моцарелла ірімшігі. Кейін қамыр бөлшектерін үстіне қоямыз. Тағы да соус.
Сүзбе. Сүзбенің үстін қамырмен жабамыз, біраз соус төгеміз. Соңында қамырдың шеттерін жауып, қалған соусты төгеміз. Соусқа бір жұмыртқа сарысын қосуға болады. Соусты щеткамен жақсылап жағамыз. Бөрегіміз әдемі көріну үшін қара зире мен күнжіт дәндерін себіңіз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 дәрежеде 30 минут пісіріңіз. Лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, достар. Түрік асханасының дәмді және жылдам рецептері әлі көбірек видеолар болады. Бөрегіміз дайын, кесіп шаймен рахаттанып жеңіздер. Сіздердің лайктарыңыз маған көбірек бейнелер, рецептер, маскалар түсіруге мотивация береді, достар. Назарларыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар. Көріскенше, достар.